Барлықтарыңызға сәлем, Гүлдер әлемі каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге кротонның тамырын, пересадкасын, кротон қандай топырақта отырады. Видеом сол жайлы болады. Кротонның күтімі менің каналымда бар, видеосы ашып көрсеңіздер болады. Каналыма жазылып, тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны қосып, қолдап комментария жазып отырыңыздар. Мінекей осы горшокқа ауыстыратын боламын. Бірден үлкен горшокқа отырғызуға болмайды. Оны сіздер менің каналымдағы видеоларды көрсеңіздер білесіздер. Мінекей магазиннен сатып алған горшоктардың негізі астында 4-ақ тесікке орын қалдырған. Ал көбісі негізі оны білмейді. Сол 4 тесікті теседі де гүлді отырғыза береді. Кейбір гүлдер шыдайды, ал вот кейбір гүлдер шыдамайды. Себебі влажность топырақта ұзақ сақталып қалса, тамыры шірейді. Ол ұзақ сақталып қалу себебі осы тесіктің аз болғандығынан да болады. Және әдемілеп, кәдімгідей су өтетіндей қылып тесу керек. Кейбір горшоктардан мен көрем, енді болады ғой, енді ағайын, туған, көрші қолаң деген жай ғана шегемен тесе салады. Ол шегенің размері ол болмайды. Ол себебі ол тесік басқа да заттар тұрып қалып қайтып бітеліп қалады. Сондықтан ол дұрыс емес. Осы 4 тесікті ғана тесіп қоймай, неғұрлым тесігін көбірек жасасаңыздар, соғұрлым гүліңізге пайдалы. Ол су тұрмайды астында. Осы тесіктер көп болғандықтан топырағы уақытында дегдіп, уақытында кеуіп тұрады. Мінекей осылай әдемілеп кәдімгідей тесіңіздер. Тесікте мусыры, пластмастың бірдеңесі қалып кетпесін. Ертең күні ол жабылып қалатындай болып, жақсылап оның бәрін тазалап алып тастаңыздар. Мінекей тамырын аштым. Тамыры осындай болады. Бұл маған базардан алғам бұл гүлді мен негізі. Сол базардың топырағы бұл. Кәдімгідей ішінде перлит өте көп. Көрдіңіздер ғой, себебі бұл гүлдің тамыры влажностьті онша ұнатпайды. Перлитті көбірек салу керек. Мен дренаж сап қойдым астына. Мен де перлит араластырдым. Жаңағы древесный уголь араластырдым. Сосновый карадан араластырдым. Топырағымның құрамын түсірмеппін ғой сіздерге. Дайындап қойғам ғой топырақты уже. Енді осылай кішкене сілкейсіздер, себебі бос орын қалмау керек тамырдың айналасында. Сілкіп тамырдың ішіне қуыс-қуыстарын бәріне топырақ кіргіземіз. Жақсылап кіргіземіз, асықпаймыз. Әдемілеп баппен жасайсыздар. Мынау кішкене керамзит төгіліп кетеді. Керамзит араласып кетті. Енді ештеңе қылмайды, оның ешқандай зияны жоқ. Бұл не топырағына керамзит қосып жатыр деп маған ұрыспаңыздар. Жаңа бәрін араластырып жатқан кезде қолымнан шашылып, ішіне топырақтың ішіне түсіп кетті. Керамзиттің ешқандай зияны жоқ. Негізінде астына төселеді керамзит. Менде просто мынау топыраққа төгіліп кетті, жаңа араласып кетті содан. Енді сілкейсіз, жанынан, горшоктың жанынан ұрасыз, тамырға топырақ кіргізесіз жақсылап. Бос ауа қалатындай бос орын қалмасын. Ол кейін су құйғанда да бітеліп кетеді, қорықпаңыздар. Бірақ лажы болса сілкіп, жақсылап, әдемілеп отырғызғандарыңыз дұрыс. Ал енді кротонның күтімі қалай, не істеймін, қай жерге қоямын деген ханымдарға менің каналымда видеолары бар. Көрсеңіздер болады. Осындай күз айында, көктем айында пересадка жасауға болады. Және де тамыры зақымданған жағдайда 1 күн, 2 күн суғармайсыздар. Ал егер қатты тамыры зақымданды, тамырында шірік бар дейтін болсаңыздар, древесный уголь деген болады. Гүл сататын магазиндерде сатылады. Ағаштың көмірі, қазақша айтқанда. Соны түрлісі бар, ұнтақ түрі бар, ірі түрі бар. Соны топыраққа араластырып жібересіздер. Мінекей әдемілеп отырғызып қойдық. Кішкене қисық болып өсіп тұр меніңкі. Ағашқа байлап қоймасам қисайып тұр. Мінекей осындай кішкене ғана үлкен горшокқа отырғыздым. Міне әдемілеп отырғызып қойдым. Бұл кротондар негізі жарықты өте қатты жақсы көреді, бірақ тікелей күннің көзін ұнатпайды. Себебі жапырақтары күйіп қалуы мүмкін. Ал күннің көзіне
кішкене ала күннің көзіне тұрмаса, жапырақтарының мынау сары әдемі несі, түстері жасылға айланып кетеді. Мінекей мен ағашқа әдемілеп байлап қойдым. Өзі нәзік гүл, ауасын ылғалдандырып тұрғанды жақсы көреді. Осылай әшейін ауаға ғана, өзіне тікелей шашпасаңыз да, айналасына ауаға өстіп су шашып тұрсаңыздар болады. Жақсы көреді ауаны, ылғал ауаны жақсы көреді. Барлық гүл, мына жердегі мендегі қазір осы жерде тұрған гүлдердің барлығы ауаның ылғалдығын жақсы көреді. Осы гүлдердің күтімін менің каналымнан көрсеңіздер болады видеосын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушаны қосып, жаңа түрлі видеоларды күтіңіздер. Және де өздеріңіздің білгілеріңіз келген гүлдердің аттарын жазып жіберіңіздер. Мен түрлі қызықты видеолар салатын боламын.